Сәлем достар, менің тарих таным каналыма қош келдіңіздер. Бұл каналдан еліміздің, отанымыздың тарихы туралы тегін білім алатын боласыздар. Сондықтан да каналға бірден тіркеліп, саусақтарыңыздың ұштары менен лайықты көбірек басып тастап, маған күш-жігер сыйлаңыздар. Сабақтың тақырыбы 1822-1824 жылдардағы патша реформалары. Бұл сабақтан 19 ғасырдың 20 жылдарындағы патша үкіметінің орта жүз бен кіші жүздегі хан билігін қалай жойғандығын және елде әкімшілік аумақтық өзгерістерді қалай жүзеге асырғандығын айтатын боламыз. Хан билігін жоюдың себептері және алғышарттары. 19 ғасырдың 20 жылдарында патша үкіметі Қазақстандағы хан билігін жоятын уақыт жетті деген қорытынды жасады және оның алғышарттары пісіп жетілді деп ойлады. Біріншіден, 1730-40 жылдары кіші жүз бен орта жүз Ресей мемлекетіне бағынған болатын. Сол кезден бастап Ресей мемлекеті хандарды өзіне бағынышты етіп қолшоқпарына айналдыра бастады. Ал 19 ғасырдың 20 жылдарында патша үкіметі тағайындаған бұл хандарды халық көп чиновниктердің бірі деп есептеді, хан деп есептемеді. Себебі патша үкіметінің олар қолшоқпарына, қуыршағына айналды. Ешқандай билігі болмады. Екіншіден, реформаға дейін патша үкіметі орта жүз бен кіші жүзді бірнеше әкімшілік аймаққа бөліп тастады. Мысалы, орта жүзді Ертістің сол жағалауына және Ертістің оң жағалауына бөлді. Ал кіші жүзді Жайықтың оң жағалауына және Жайықтың сол жағалауына бөліп тастаған болатын. Бұл біртұтас жүздің бір-бірімен байланыс жасауына мүмкіндік бермеді және қарым-қатынас жасауға қатаң тыйым салды. Үшіншіден, Шыңғыс ханның ұрпақтары сұлтандар патша әкімшілігінің отаршылық езгісіне қарсы белсенді күрес жүргізе бастады. Төртіншіден, хандық билікті жойып, қазақ өлкесін кең көлемде отарлап алғысы келді. Абылай ханның ұлы Уәли хан 1819 жылы қайтыс болғаннан кейін патша үкіметі орта жүзде жаңадан хан тағайындамады. Сөйтіп реформа жүргізді. Бұл реформаны Батыс Сібір генерал-губернаторы Спиранский жасады және Ресей императоры 1 Александрдың жарлығымен бекітілді. Реформаның мақсаты орта жүзде әкімшілік, сот, саяси басқаруды өзгерту және хандық билікті жою болды. Реформа бойынша орта жүз округтерге бөлінді. Округ 15-20 болыстан тұрды. Басқарушысы округтік приказ және аға сұлтан болды. Болыс 10-12 ауылдан тұрды. Басқарушысы болыс сұлтаны болды. Ал ауыл 50-70 шаңырақтан тұрды. Басқарушысы ауыл старшыны болды және олардың барлығы да 3 жылға сайланып қойылды. Округтер Омбы облысына бағынды. Омбы облысы Сібір генерал-губернаторына бағындырылды. Алғашқы кезде округ пенен болыстың басшысына Шыңғыс ханның тұқымдарын сайлайтын болды, яғни сұлтандарды. Кейінірек қарапайым халықтың арасынан шыққан бай адамдарды сайлайтын болды. Бұның себебі Шыңғыс әулетін билік құрылымынан бірте-бірте шеттету болды. Мысалы, аға сұлтан басқаратын округтен де көруге болады. Округтік приказда аға сұлтан басқарғанмен оның құрамында ресейлік 2 заседатель және сайланып қойылатын құрметті 2 азамат болды. Сөйтіп Шыңғыс әулеті билікті бөліске салды. Бұл Шыңғыс әулетін сұлтандардың билігін жою үшін жасалды. Округтік приказдар мынандай міндеттерді атқарды: халықтың қауіпсіздігін қамтамасыз ету, халыққа білім беруге қамқорлық жасау, тұрмыстық жағдайлар мен шаруашылық жұмыстарын жақсарту, қарақшылық, барымта, озбырлыққа жол бермеу, тергеу және сот істерін әділ жүргізу, діни наным-сенімдерге байланысты мәселелерді шешу, сауда керуендерінің қауіпсіздігін қамтамасыз ету, алым-салықтарды жинау. Халыққа алым-салық түрлерін өтеу үшін 5 жылдық мерзімге жеңілдік берілді. Жеңілдік өткеннен кейін дүз бастан 1 бас мөлшерінде салық төлеуге міндетті болды. Бірақ ондай салық түйе басына салынған жоқ. Өйткені түйе сауда керуенін көбейту үшін қажет болды. Осы жарғыны жүзеге асыру үшін шекаралық әкімшіліктен шенеуніктер басқарған шағын жасақтар шығып, қазақ ауылдарын аралап, бұл жарғының тиімді болатын жағдайын егжей-тегжейлі түсіндіруге көп күш салды. Соның нәтижесінде кейбір жер үшін өзара
талас тартысқа түскен рулар осы басқарудың жаңа тәртібіне көнді және өздеріне қамқорлық жасауды өтініп, бодандыққа адал болуға ант берген руларда алғашқы округтер құрылды. 1824 жылы Қарқаралы менен Көкшетау округтері құрылды. 1831 жылы Аягөзде, 1832 жылы Ақмолада, 1833 жылы Баянауыл және Үшбұлақта округтер құрылды. 1854 жылы Ертістің оң жағалауындағы Семей ішкі округі, 1856 жылы Жетісу жерінде Алатау ерекше округі ашылды. 1824 жылы Кіші жүздеде Орынбор қырғыздарының жарғысы деген жарғы қабылданды. Бұның авторы Орынбор генерал-губернаторы Эссен болды. Жарғыны Ресей патшасы 1 Александр сол жылы бекітті. Бұның да мақсаты кіші жүздегі хандық билікті жою, отарлық езгіні күшейту және кіші жүздегі табиғат байлықтарын иелену. Бұл жарғы бойынша жайықтың сырт жағында кіші жүздің аумағы 3-ке бөлінді. Батыс, орта және шығыс бөліктер деп аталынды. Кіші жүзде бөліктерді, батыс, орта, шығыс бөліктерді сұлтандар басқарды. Одан кейін дистанция болды, 54 дистанция, оны ру шонжарлары басқарды. Одан кейін ауылдар болды, оны ауыл старшындары басқарды. Енді кіші жүзбенен орта жүзді салыстыратын болсақ, орта жүзде сайланып қойылатын болса, кіші жүзде Орынбор губернаторының өзі осы ауыл старшынында, ру шонжарларында сұлтандарды өзі тікелей сайлайтын болды, тағайындайтын болды. Сонымен бұл реформалар Ресей үкіметінің алысты болжайтын арам пиғылдың етімен жасалған еді. Соның нәтижесінде кіші жүз бен орта жүз қазақтары өзінің тәуелсіздігінен айырылып қалды. Қазақстан бірте-бірте Ресей империясының отарына айналды. Жарғы бойынша қолдарына билік тиген Шыңғыс ханның тұқымдары менен ру старшындары өздерінің жағдайын жасады, бірақ патша үкіметінің қолшоқпарына айналды. Ал қолдарына билік тимей қалған ру старшындары менен сұлтандар патша үкіметінің отарлық езгісіне қарсы күресті. 1822 жылы Табын руының батыры әрі биі Жоламан Тіленшіұлы Ресейге қарсы соғыс жариялады. Себебі патша үкіметі Елек өзенінің бойындағы кіші жүз қазақтарының жерін қосып алып, жаңадан жаңа Елек шебін құрған болатын. Осыған байланысты Жоламан батыр өзінің қол астына 3000-ға жуық көтерілісшіні топтастырып, Ресей үкіметіне қарсы күресті. 1825 жылы патша үкіметі Жоламан Тіленшіұлы басқарған көтерілісті басты және аяусыз талқандады. 1825 жылы Қарқаралы округі қазақтарының басқарушысы Саржан Қасымұлы да патша үкіметінің отаршылдық езгісіне қарсы күресті. 1826 жылы Саржан Қасымұлы жасағы патша үкіметінің әскеріне қарсы ашықтан ашық шайқасқа шықты. Алайда бұл көтерілісте жеңіліп қалды. Достар, мен сіздерге 1822 және 24 жылғы патша үкіметінің жарғысының мәнін, мағынасын, мақсатын, салдарын, нәтижесін айттым. Менің каналыма тіркеліп, менімен бірге болып, маған мотивация беріп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар және барлығыңыздың тіркелгендеріңізді сұраймын.